Жалшıyım sol өлкөнүн эркесиндей, туулаган аса өзүн кан тамыры, жайылган жасыл шалгын көрпесиндей. Жалшıyım, жалшıyım, булактарың балшырын, әнің менен тербейін, кабыл алшы жансыйын. Әнің менен тербейін, кабыл алшы жансыйын. Çilekті ауылдық округіне қарасты Жалшы ауылының іргесінде тұрған Бәйгетөбе обасы. Яғни 2003 жылы бұл оба қазылып, осыдан алтын адам, Қазақстан көлеміндегі 3-ші алтын адам осы жерден табылған болатын. Одан бері біршама уақыт өтті. Ол алтын адам 2003 жылы қабірінен алынса, 2013 жылы жәнеге қайтадан кеп осы обаға қайтадан қабіріне жерленді. Енді оғанға дейін жәнеге 2003 пен 13-тің арасында, халық арасында небір сөздер болды, ауа райы бұзылды, жәнегіндей. Оны бәрі халық табиғаттың мұндай тосыңғылығын, жәнегіндей осы патшаның сүйегін алғаннан кейін пайда болды деген халықта бір ұғым болды. Айтқандай сол 2013-тан кейін бұған дәлел енді 2010 жылы жәнегі осы округке қар қалың түсті. Бұл жерге негізі қысы жазы мал жайылыммен шығатын жер, қар қалың түспейді. Соған дәлел және 2010 жылы осында қар қалың түсіп жарты метрге дейін 17 март күндері бұл жерді 2010 жылы Тасбастау ауылы су алды. Со бойынша ол жерге жәнеден өкіметіміз 34 үй салып берді. Енді осының бәріне сол 2013 жылы жәнегінде халықта осындай бір жағдай болғаннан кейін түсінбеушілік. Осындай патшаның сүйегі қысқасы 2013 жылы қайтадан жерленді. Енді содан бері Құдайға тәуба қазір жайма-шуақ заман болып тұр. Жылда бұл жерден бұдан кейінде, Бәйгетөбеден кейінде және Тасбастауға, Шілікті мен Тасбастау орталығындағы оба 17-ші жәнегін зерттеліп, одан да тиісті жәдігерлер сол замандағы шамамен сол ғалымдардың айтуы бойынша 7-8 ғасырға тиесілі дүние деп айтады. Одан кейін енді өкімет бұны жәнегі сол кезде Тасбастау ауылынан ашып мұражай салу көзделген, бірақ өкінішке орай осы уақытқа дейін әлі салына қойған жоқ. Негізі Шілікті Берел Шығыс Қазақстан облысы Берел қорығына осы неменесіне мұражайының филиалы болып саналады. Енді Тасбастауда бұл неменеге филиалға мұражай шағын өзімізге ашылған Тасбастау ауылында тұр. Енді сол мынау сол заманғы бір үлкен ескерішке бүгінгі күні ауылдарымыздың жастары ерікті түрде мына еріктілер дейміз, волонтерлар. Сол жастарымыз өз еркімен келіп мына Шілікті ауылына осындай бір өте бір игілікті іс атқарып жатқанын көріп отырсыздар. Бұл енді оба мына жастар сол обаны қоршап алаяғы таптамасын деген мақсатта, басына төбесіне адамдар шықпасын, көлікпен шықпасын деген мақсатта айналасын қоршап, жәнегінде жақсы бір игілікті істер атқарып жатыр. Сондықтан мен айтар едім бұл жастарға, бұл өте осы жастарымыздың ар жағындағы саналылығы, жәнегінде ерікті түрде ешкім тапсырма бермей келіп өз еріктермен келіп істегендері адамшылыққа жататын қасиет деп білемін.
адамгершілікпен істеп жатыр. Мен не айтам енді? Бұндай игіліктес жалпы келіп жатқан жастарымызға көптен көп рахмет айтам. Игілікті істеп жатқанына. Бұл енді жекешілікте де болып жүрген жоқ шығарсыздар, басқа жерлерде де қолғабыстарын тигізіп жатыр деп естимін. Сондықтан бір Алладан қайтсын сендерге. Иә, Алланың көзі түзу болып, сіздерге көптен көп рахмет айтам. Отбасыларыңызға амандық, жастарымызға денсаулық тілеймін. Бұл игілікті іс, қолғабыс тигізген деген атамыз қазақта бар дүние. Сондықтан бүгінгі істеген шараларыңызға рахмет. Аман болыңыздар. Әлде де осындай қолғабыстарыңызды елімізге, жұртымызға тигізе беріңіздер. Амандықта жүздесек, рахмет сіздерге көптен көп.